Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кофенің 6 пайдасы және 6 зияны жайында айтатын боламын. Кофе хош иісті сусын. Оның ағзаға әсері туралы пікірлер әлі күнге дейін пікірталас тудырады. Назарларыңызға кофенің 6 пайдасы мен 6 зияны туралы ақпарат ұсынамын. Пайдалы әрі қызықты деректерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Кофенің пайдасы: бірінші, сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофеиннің ағзаға әсер етуіне байланысты. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйді көтеретінін айтады. Сонымен бірге, кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин арық адамның бойындағы 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10% майды ыдыратады. Осы ыдыраған май жасушаларын ағза қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. Екінші пайдасы: жаттығудан кейінгі бұлшықет ауруын басады. Зерттеушілер жаттығудан кейін 2 шынаяқ кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген. Артынан бұлшықеттегі ауырсынуларын 0 мен 10 балл арасында өлшеулерін сұраған кезде кофе ішкендердікі анағұрлым төмен болған. Үшінші бір пайдасы: күйзелістен құтқарады. Кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормонын белсенді бөлдіреді. Бұл гормон рахаттану кезінде де көп бөлінеді екен. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтылуға көмектеседі деп отыр. Олар тәжірибе нәтижесінде күніне 1 шынаяқ кофе ішетін әйелдерде күйзеліске ұшырау дәрежесі 20%-ға төмен болатынын анықтаған. Төртінші, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Сингапур ғалымдарының күн сайын 2 немесе одан да көп шынаяқ кофе ішу бауырдың циррозға, қатерлі ісікке шалдығуының алдын алатынын айтады. Өтте тас жиналмайды. Сондай-ақ 489.706 адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніне 4-5 шынаяқ кофе ішетін адамдардың асқазанында қатерлі ісіктің пайда болу қаупі 15%-ға төмендейтіні анықталған. Бесінші пайдасы: диабет, альцгеймер мен паркинсон ауруларынан құтқарады. 57.922 адам қатысқан 18 зерттеудің нәтижесінде әрбір шынаяқ кофенің диабетке шалдығу қаупін 7%-ға төмендететіні дәлелденген. Себебі кофе глобулин гормонына әсер етеді. Ол өз кезегінде диабеттің дамуына айтарлықтай рөл ойнайтын тестостерон мен эстрогеннің қызметіне жауап береді. Ал альцгеймер ауруы 65 жастан асқан адамдарда болады. Оның белгілері ұмытшақтық, ойлау қабілетінен айырылу. Бұл ауруға қарсы дәрі әлі шыққан жоқ, алайда алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтанып, үнемі физикалық және рухани жаттығулар жасап, кофе ішіп тұрған жөн. Паркинсон ауруы да дәл сондай. Кофенің 6-шы пайдасы: қан құрттан қорғайды. Үндістандағы стоматологиялық институт ғалымдары өздері жүргізген зерттеудің нәтижесінде осындай қорытындыға келген. Олар күніне 3 шынаяқ қара кофе ішуге кеңес береді. Себебі сүт пен қаймақ оның пайдалы қасиеттерін жоғалтады екен. Кофенің зияны: бірінші, ұйқысыздыққа шалдықтырады. Кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофені ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер ұйқыңыздың қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдында 2-3 сағатта кофе ішуге болмайды. Екінші зияны: кофе дәріге әсер етеді. Егер қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәрігерден оны кофемен бірге ішуге болатын болмайтыны туралы сұрап алғаныңыз жөн. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерін арттырып, немесе керісінше әлсіретіп жіберуі мүмкін. Үшінші зияны: ана болу мүмкіндігін азайтады. Ренодағы Невада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтаған. Төртінші зияны: кофе тәтті құмарлыққа әкеледі. Кофе ішкен адамдар жеміс шырынын, газдалған немесе өзге де тәтті сусындарды ішуге құмартып тұрады екен. Бұл шешімді австралиялық ғалымдар шығарған. Олар тәжірибеге қатысушыларды 2 топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген, екіншісі ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніне 419 мл, ал екіншілері 273 мл ғана тәтті сусындар ішкені анықталды. Бесінші зияны: түсік тастау қаупін арттырады. Огайо штатындағы ұлттық денсаулық институтының профессорлары 500 жұпқа зерттеу жасады.
Олар күніне 2 шынаяқтан артық кофе ішкендерде түсік тастау қаупі жоғары болғанын анықтаған. Сондай-ақ жүктіліктің алғашқы 7 аптасында кофе ішу өте зиян дейді ғалымдар. 6-шы зияны қан қысымын көтереді. Италия ғалымдары 18 бен 45 жас аралығындағы 1200 адамға зерттеу жасай келе, көп кофе ішетін адамдарда қан қысымы 4 есе жоғарылайтынын дәлелдеген. Ал 2 шынаяқ кофе ішетіндерде ол 3 есе жоғарылайды. Қорытындылай келе, кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары да бар екенін естен шығармаңыз. Сондықтан ғалымдар күніне 300 мл ғана кофеин қолдануға кеңес береді. Ол шамамен 3-4 шынаяқ ұнтақталған кофе немесе 5 шынаяқ ерігіш кофе. Сондай-ақ, егер де сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс. Егер де сізге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып қолдап кетулеріңізді сұраймын.